Абай Құнанбайұлы 20-шы қара сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдыр адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған біріксе адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілтіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел ойлы адамның баласы байқаса, осы адамның жалпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, тойдан да, топтан да, мақтаннан да, керезіктен де, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін әрбірінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суый бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның ғұмыры мен қуаты бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ жалығу деген, әрнені көрем деген, көп білген, дәмін, бағасын, өмірінің әрбірінің баянсызын білген ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниедегі әрбірінің қызығының, ақылының шолақтығын білген көргенде же тіршіліктен жалықса болады. Олай болса, қайғысыздық пен ақылсыздық бір ғанибетті бөлейін.